Айттыңыз ғой, менің бірінші мәселем, бірінші шешкім келіп тұрған дүнием Айгүлдің ойын, пікірін білгім келеді. Кешегі айтқан сөзімен жауабын естігім келеді деп. Жылап атқанда қарап, шыны керек. Жүрегім ауырып кетті. Көрсетпейсің ғой нәрсені негізі. Просто Айгүл мынандай ғой. Мен үшін уайымдамашы. Мен үшін уайымдама, бірақ мен сен үшін уайымдаймын. Сен мен үшін уайымдамашы. Просто сен мен үшін уайымдаған сайын сен қатты қиналып қалып да. Сол себепті айтқым келіп отыр да. Қатты уайымдамашы, просто бәрі жақсы болады. Білмеймін қалай қолдайтынды да дамын. Айгүлді тыңдайықшы. Айгүл, мына жерде негізінде бағана рекламада кәдімгі эмоция беріліп кеттім. Олай мен енді қатысушылар көрген шығар, олай мүлдем эмоцияға бермегем. Осы уақытқа дейін бірінші рет менде шықты. Неге десеңіздер, себебі Асылжанды енді білмеймін, бәрі қатты жаман көріп отқан сияқты. Не деген мен қандай орта пікір айтсаңыздар да, Асылжанға қандай пікір айтсаңыздар, мен ештеңе демеймін негізінде. Бірақ енді не деген, бұл мен бұрын таңдап алған, өзім жақсы көріп тұрмысқа шыққан адамым біріншіден. Қандай жағдай болмасын, бұл кісі қандай адам болмасын. Енді біз екеуміз айырылысқан моментте де бұл мен тасап кеткен емес, ол жерде мен өзім кеткен болатынмын, өзім таңдауымды жасап, бұл кісі мен ешқашанда теріс бұрылған емес. Одан бөлек біз жаңағындай азартының ойын сол болған шығар екеуміздің ажырасқанымызға. Бірақ бұл кісі маған қол көтеріп, енді қазір негізінде бізден де сұмдық болып жатқан негіз көптеген историялар бар. Ұрып жатыр әйелін, неше түрлі балалардың көзінше де істеп жатқан неше түрлі ситуацияларды көреміз. Бізде ондай ситуация болмаған. Асылжан до бір мынандай плинтустан төмен адам емес. Ол мені ұрып бір бір қалай айтсам болады, ондай жаман ішіп кетіп бір қуып ондай адам емес. Сіздер ойлап отырғандай низкий адам емес деп айтқым келеді. Просто бағанағындай маған өтіп кеткен нәрсе. Жарайды, Асылжандікі дұрыс емес, кешегі ситуацияның бәрі маған негізі қатты ауыр тиді. Жаңағындай Асылжанды айтып отыр, ата-анасына деген сияқты. Мен ата-анасына мында бір рахмет айтамын. Себебі өзім де өте жақсы араласамын ата-анасымен. Мені қызындай көріп, үйіне барған сайын етімді асып, қарсы алып отырады мені ше. Мен қатты соған қуанамын. Мен өзімнің ата-анам сияқты болып кеткен ол кісілер. Және де мына жерде ортаға егерде Асылжан қандай да пікір айтсаңыздар, ол маған бір қатты тиеді деп айта алмаймын. Бірақтан эфирдан бөлек болмаса мына жерде мен артымда отырып алып, түсіндіріп айтыңызшы, сізге нақты қандай сөз ауыр тиді? Микрофонсыз айтылған пікірлер ма? Микрофонсыз мен артымда отырып үндемей шыдап отырмын ше до конца.